Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыздар, апай. Саламатсыңдар. Балалар, бүгін біз мен зерттеушімін тақырыбында көзге көрінбейтін микробтар тақырыбында зерттеу жұмысын жүргіземіз. Дайынбыз ба? Иә. Ал олай болса, микроб дегеніміз қайда болады екен? Қолда. Ол қайдан жұғады бізге? Зертханаға барған кезде, далада ойнап келген кезде, кір және лас заттарды қолымызбен ұстаған кезде қолымызға микробтар жұғады екен, иә? Иә. Ал олай болса балалар, мынау біздің қолымыз. Бұл жерде микроб көріп тұр ма сіздерге? Жоқ. Бұл тап-таза қол екен, иә? Ал балалар, егер біз қолымызда микробтар бар болса, онымен біз тамақ жесек, ұйықтасақ не болады? Ауырады екенбіз, иә? Иә. Ал ауырмау үшін не істейміз? Үнемі қолымызды жуамыз. Ал енді бірінші біз зерттеу жұмысымызды бастайық. Иә? Мынау біздің таза қолымыз. Енді ал суға салсаңыздар, сабын суға салып көрейікші. Не қалай болады екен? Не шықты балалар? Микроб бар екен, иә? Сабын суға салған кезде біздің қолымыздағы микробтар, иә? Біздің қолымызда өте көп микроб болса, сабын сумен үнемі не істейміз? Жуып жүреміз, жарайсыңдар. Енді балалар, біз екінші зерттеу жұмысымызды жүргізейік, иә? Мынау біздің алдарыңыздағы қолдарыңыз. Оны құр сумен жууға бола ма? Жоқ. Иә, оған міндетті түрде сабынмен жуамыз, иә? Бірінші суды құямыз. Құр сумен. Ал микроб түсіп жатыр, иә балалар? Иә. Микробтар майда-майда көзге үлкен болып көрінбейді екен, иә балалар? Иә. Бұны енді біз микробтарды немен кетіреміз? Сабынмен. Ал, кетіре ғой. Мынау біздің далада ойнап келген өте кір лас қолымыз. Иә? Бұны біз енді жуу үшін, микробтарын кетіру үшін немен жуамыз? Сабынмен. Міндетті түрде үнемі сабынмен жуамыз керек, иә? Ұмытпай. Олай болса, қолдарымызды тазалап жуайық. Қараңызшы, қолымыз таза болды ма? Иә. Біз енді не істеуіміз керек екен? Мұқият, күнделікті қолымызды сабындап жуып жүруіміз керек екен, иә? Сол кезде біз деніміз сау, ауырмай жүреді екенбіз, иә? Иә. Ал бұны зерттеу сіздерге ұнады ма? Иә.